Халықаралық балалар күніне орай Қарағанды облыстық полиция департаментінің базасында мектеп оқушылары арасында шағын футболдан турнир өткізілді. Аталған спорт сайысына Қарағанды, Теміртау, Саран және Шахтинск қалаларынан 6 команда өзара бақ сынасты. Жарыстың негізгі мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалану және олардың арасында құқық бұзушылыққа жол бермеу болып отыр. Таң сәріде басталған доп додасы өте тартысты өтті. Ала допты ұршықша ерген спортшылар өздері оқитын мектептің намысын қорғау мақсатында жан аянбай жеңіс тұғырынан көрінуге тырысып бақты. Жарыс қорытындысына департамент бастығы полиция генерал-майоры Санжар Әділов пен даңқты қазақстандық футболшы, Қазақстан құрамасының үздік қорғаушысы, Қазақстан чемпионы Игорь Салашенко, Қазақстан құрамасының үздік қақпашысы, Қазақстанның 3 дүркін чемпионы Давид Лория, қазақстандық футбол жанашыры, қоғам қайраткері, спорт менеджері Асқар Уранхаев және ішкі істер органдарының ардагері Ерік Қуанышбеков қатысты. Бүгін сайыстар өте жоғары деңгейде өтуде. Сіздер бәрілерін Құдай қаласа осы біздің Қарағанды облысының болашақ футболшы боласыздар деп, Құдай қаласа әлем чемпионы, Европа чемпиондары боласыздар деп үлкен сенім бар. Баршаңызға осы жарысқа қатысқандарың үшін көп-көп алғысымды білдіремін. Департамент бастығының құттықтау сөзінен кейін жарыс қорытындысы бойынша жеңіс тұғырынан көрінгендерді марапаттау рәсімі өтті. Үздік шабуылшы номинациясы бойынша үздіктер қатарынан көрінген Нұрлан Жұмағазинге жүлдесін спорт менеджері Асқар Уранхаев тапсырса, үздік қақпашы номинациясы бойынша жеңімпаз атанған Тимур Мұрзагелдинге арнайы сыйлықты Давид Лория табыстады. Ала доп сайысының ең шешуші сәтінде жүзден жүйрік шығып, жүлделі орындарды 3 команда өзара бөлісті. 3-ші орында Қарағанды қаласы Нұрмақов атындағы мектептің командасы иеленсе, 2-ші орында Саран қаласынан келген мектеп оқушылары, ал жүлделі 1-ші орында Теміртау қаласы Ғабиде Мұстафин атындағы мектептің оқушылары қанжығаларына байлады. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушыларға мың алғыс. Және де мен үздік ойыншыны алып кеттім. Осы ойында көптеген сыйлықтар берді. Біз кубокты алып кеттік. Теміртауға жақсы көкпармен қайтатын боламыз. Облыстық полиция департаментінің ұйымдастыруымен өткен доп додасына арнайы келген қонақтар да департамент бастығының бұйрығымен марапатталып, сый-сияпаттар жасалды. Хочу поблагодарить также департамент полиции Карагандинской области за проведение такого прекрасного мероприятия, которое, я уверен, помогает нашим детям поверить в себя и понять, что через спорт, через такой вид спорта, как футбол, можно сделать свою жизнь лучше и правильно. Всех поздравляю, участников, победителей поздравляю. Классное мероприятие. Всем огромный рахмет. Сегодня самые положительные эмоции. Увидели счастливые и радостные глаза ребят. Помимо спорта, это также, наверное, очень важный социальный проект, чтобы молодежь были заняты и приобщались к здоровому образу жизни.